Гипнотерапия деген ғылым жүзінде дәлелденген үлкен сала деп айтсам болады. Гипноз ұйқылы ояу кез. Осы кезде гипнотерапия жасап, адамның бір бейсанасына жазылып қалған үрей, қорқыныш, бір жаман оқиғалар, осыларға барып, оған басқаша көзқараспен қараған кезде адамдар жаңа адам болып керемет өмір сүретін болады. Бұл нақты адамдарға көмектесу, нақты адамдарға көмек ала аласыздар. Мен өзім осы адамдарға көмектесу деген өзімнің ішімде ниетім болғаннан кейін, пейілім болғаннан кейін, адамдарға көмектесуді қалағаннан кейін осы саланы таңдадым. Осы гипнотерапия кезінде адамдар нақты көмек алады. Неге дегенде олар өздерін түсінбей жүреді, өмірді түсінбей жүреді, ұйықтай алмай жүреді, бірдеңеден қорқып жүреді, үрейленіп жүреді, неден қорқатынын білмейді, және бір нәрселерді жасайын десе жасай алмай жүреді. Міне осы гипнотерапияның кезінде нақты көмек және түсінік ала аласыздар. Осылай түсінік алған кезде бұрынғы күйде болмайсыздар уже. Ұйқыларың тыныш, миларың тыныш, жаныңызда жайылып, не істеймін дейсіздер, соны істей алатын осындай кереметтей өмір болады сізде. Сенімділіктеріңіз артып, денсаулықтарыңыз артып, керемет күйде жүресіздер.